Assalomu alaykum. Bugün neçe çislo neçe bugün? Ha. Çislo 3. may. Mineki Qo'g'alda kechagi suv bosib xavfi bor degan zbros olsa. Mineki. Bu yerda qanchama yigitlar жұмыс istep atır. 2-3 kundan beri. Atasına rahmet. Mineki al жақта судың алдын тоғаймыз деп мынандайлар istep atır qayta амалдап. Жігіттер. Су басып қаупі бар деген жер осы жер. Міне жігіттер гуманитарлық көмек беріп жатыр. Атасына рахмет. Алланың нұры жаусын оразаның кезінде. 2 техника, 3 күннен бері осы жерде жұмыс істеп жатыр. Кеше 4-5 техника бар еді. Осы су басса ауыл су басу қаупі бар өте. Осы канал бұзып кетсе. Қаптар қапталып жатыр мінекей. Кеше Сарыағаштың жігіттері, Шымкенттің жігіттері келіп 2000-3 күндап қап әкеп беріп кетті. Алланың нұры жаусын о жігіттерге. Ас тамақ істелініп жатыр нерде. Бір өгіз сойылып, қан шығарып. Нерде әзір Құда қаласа әбетке таман 300-ге жуық адам болады деп есептеп жатырмыз. Кешеде сондай болған. Бүгінде. Мына қаптар қапталынып жатыр. Жігіттер осы енді, тілеулес болып отырыңыздар өтініш. Алладан амандық тілеңіздер. Басқа кейбір 3-4 ауылдарды басып кетті ар жақтағы. Құдай сақтасын дер адам аман. Assalomu alaykum ағайын. Бүгін 3 may сағат 6-дан 19:41 екен. Мінеки Qo'g'al ауылындағы мына кіреберістегі көл. Мына жолға 3 метр қаптыр почти. Мінеки ауылдың адамдары бар, көрші ауылдың адамдары бар, көмекке келіп баррикада құрып тастады. 1 миллион қап бар мына жерде. 1 миллион қап. Мінеки адамдарды көрсеңіз қым қиғаш. Оразаның кезінде атасына рахмет. Жігіттердің. Адамдарды санап есебі жоқ. Мінеки Алланың нұры жаусын жігіттерге. Мына қаптап қойып жатыр. Қараңыздар. Баррикада құрып тастады жігіттер. Шабыл.